Бүкіл әлемнің назары Бейжіңде өтіп жатқан аға олимпиада емес, Ресей мен Украинаға ауып кетті. Қос тараптың соңғы аптада жасаған мәлімдемелері тіптен қорқынышты. Осы уақытқа дейін жүргізілген келіссөздерде нәтижесіз аяқталды. Бірін-біріне туыс ел арасындағы дағдарыстың соңы не болмақ? Қазақстан кімді жақтайды деген сұрақтарға жауап іздеп көрдік. Екі ел арасындағы саяси алауыздық пен теке-тірестер 2013 жылдан бері басталды. Әсіресе ресейшіл президент Виктор Янукович президенттіктен қуылғаннан кейін бұл қайшылық өткірлене түсті. Алғашында Қырымда референдум арқылы жергілікті халықтың басым көп даусымен Ресейге қосып алды. Кейін Украинаның шығысындағы аймақтарда бөліп алу Ресей мен Украина арасындағы бітпес дауды өршітті. 2015 жылғы ақпанда Ресей, Украина, Германия, Франция төрт елдің жетекшілері Беларусияның астанасы Минск қаласында Украинадағы соғысты тоқтату және Украинаның шығысындағы аймақтар туралы жаңа келісімдер үшін бас қосты. Сол арқылы Украинадағы дүрбелең басылғандай болған еді. Алайда екі ел арасындағы бітпес дау сол күйі қалып қойды. Қырым дағдарысынан кейін де екі ел арасындағы жағдай тұрақты болды деуге келмейді. Соңғы екі айда соғыс қаупі тіптен өршіп кетті. Ресей шекара маңында өз әскерін үйіп төксе, НАТО Украина аумағына тонналап қару-жарақ тасымалдап жатыр. Ал хайпты жақсы көретін батыстың бақ өкілдері Ресей Украинаға 16 ақпан күні басып кіретінін жарыса жазды. Алайда ресми Кремль бұл айыптауларды бірнеше рет жоққа шығарды. Ресей әскері тек ел ішінде ғана қозғалып жатыр. Қарулы күштер мен түрлі жасақтардың жылжуы Украина аумағындағы шекарада да байқалады. Олар тіпті өзін-өзі жариялаған республикалардың аумағымен шектесетін аймақтарға шоғырландырылған. Бұл да жағдайды одан сайын ушықтыра түседі. Ал Украина тарапы болса, қос ел арасындағы үлкен дағдарысты келісім арқылы ғана шешкісі келеді. Өз халқына үндеу жасаған ел президенті осылай деді. Зеленский өзгенің елігі мен тыныштығын бұзбайтынын, бірақ өзінікін ешкімге бермейтінін де қадап айтты. Сондай-ақ ол Қырым мен Донбасс дипломатиялық жолмен Украинаға қайта қосылатындығын мәлімдеді. Ресейдің Украинаға басып кіретін күні туралы ақпараттар келіп жатыр. Бұл бірінші рет емес. Шекара маңындағы әскерді де көріп отырмыз. Ел билігі қазіргі жағдайды толық бақылауда ұстап отыр. Біз кез келген агрессияға жауап бере аламыз. Оған әскеріміздің қауқары да жетеді. Қазіргі таңда 30-дан астам елдің сыртқы істер министрлігі азаматтарын Украинадан тез арада шығуға кеңес берді. Олардың қатарында ақш та бар. Украинадан кетіп жатқандардың ішінде шетел азаматтары ғана емес, соғыстан қорыққан елдегі олигархтар арнайы әуе рейстермен шетел асып кеткен. Олардың ішінде депутаттар да бар. Елін тастап кеткендерге Зеленский оралуға бір күн ғана уақыт берді. Елді тастап кеткен және алдағы уақытта шетелге кетуді көздеп жүрген барлық жоғары лауазымды қызметкерлер мен депутаттарға айтарым бар. Украина халқы мемлекетті басқару мен қорғауды сіздерге тапсырды. Қазіргідей қиын қыстау кезеңде халықпен бірге болу сіздердің тікелей міндеттеріңіз. Сондықтан сіздерді бір тәулік ішінде елге оралып, халықпен бірге болуға шақырамын. Соғыс қаупін тоқтатуға ниетті Германия канцлері Олаф Шольц пен Владимир Путин келіссөздерінен кейін Ресей қорғаныс министрлігі Украина шекарасына жақын жердегі жасақтар әскери оқу-жаттығудан кейін өз бөлімшелеріне қайтып жатқандығы туралы бейнежазба жариялады. Онда батыс және оңтүстік әскери округтерінің бөлімшелері техникаларын кері қайтарып жатқандығы көрсетілген. Бірақ Ресей қорғаныс министрлігі ел аумағындағы ауқымды әскери оқу-жаттығу әлі аяқталмағандығын айтып отыр. Еуропа елдері бұл қадамның өзін Ресей тарапынан жасалған дипломатиялық әрекет деп бағалап отыр. Ал ақш баяғыша Ресейдің Украина маңынан әскерін әкете бастағанына әлі сенбейді. Ресей қорғаныс министрлігі Украина шекарасынан әскерін әкете бастағанын мәлімдеді. Бұл әрине жақсы жаңалық, бірақ біз бұл ақпарды әлі растай алмаймыз. Себебі біздің сарапшыларымыз Ресей тарапы әлі де сол позицияда қалып отырғанын айтады. Қазіргі таңда көпшілікті алаңдататын басты сұрақ: Ресей мен Украина соғыса қалса, Қазақстан кімді жақтайды? Қазақстан мен Ресей бір әскери ұйымда. Украина шығысындағы қақтығыс соғысқа ұласса, Қазақстан екі тарапты бейбітшілікке шақырып, келіссөз келуге үгіттейтін позицияны ұстанатыны анық. Ұжымдық қауіпсіздік туралы ұйымның шартына сәйкес, егер ұйымға мүше елге сыртқы күштен агрессия болса, мемлекеттер бір-біріне көмектесуі тиіс. Ал бұл жағдайда керісінше Ресей агрессор, Украина қорғанушы болып отыр. Халықаралық талаптарға сай Украина өзінің аумақтық тұтастығын қалпына келтіруге құқылы. Кешелі бір Ресей тарапы Украина шекарасынан өз әскерлерін әкетіп жатыр деген ақпарат тарап жатыр.
соғыс бастала қалса жеңімпаз болмайтынын Путин де ашып айтты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдегі ресми сапары кезінде жақсы соғыстан жаман болса да бітімгерліктің дұрыс екенін жанамалап болса да айтты. Осыдан Қазақстанның ұстанымының қандай екенін анық байқауға болады. Арты жақсы болғай. Жанайдар Макен, Ернұр Жомарт, арнайы Life 09 үшін.